Сәлем баршаңызға, келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жаңа жылдық дастарханымызды оливьесіз өткізе алмаймыз, сондықтан бүгін оливьені тауық етімен жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен картоп, сәбіз, жұмыртқа, тауықтың етіні қайнатып пісіріп аламыз. Суығаннан кейін барып турауды бастаймыз. Картопты майда 4 бұрыш етіп турап аламыз. Үлкендеу ыдысқа саламыз. Сәбізді де дәл солай майда 4 бұрыш етіп турап аламыз. Оны да картоптың үстіне саламыз. Тауықтың аяғын не болмаса тауықтың төс етін пайдалансақ болады. Мен тауық аяғын пайдаландым. Барлық етіні алып, майдалап 4 бұрыш етіп турап аламыз. Тұздалған қиярды да майда 4 бұрыш етіп турап аламыз. Піскен жұмыртқаның ішіндегі сарысын бөлек ажыратып аламыз. Ол бізге соус дайындауға керек болады. Жұмыртқаның ағын майда 4 бұрыш етіп турап аламыз. Барлық массаның үстіне саламыз. Үстіне жасыл бұршақтарды саламыз. Жұмыртқаның сарысын шаншқымен езіп аламыз. Үстіне майонезді қосамыз. Барлық заттардың мөлшері өз қалауларыңызша азайтып, не болмаса көбейтіп қоссаңыздар болады. Үстіне аздап горчица қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Достар, менің арнамда тағы да басқа өте қызықты рецепттер бар. Өтіп көріп пайдалансаңыздар болады. Дайын соусымызды турап алған заттарымыздың үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Енді біздің салатымыз дастарханда тағы да өте әдемі көрініп тұру үшін дәл осындай кольцоға салып жинап аламыз. Егер де сіздерде болмаса, жай ғана салсаңыздар да болады. Дәл осылай саламыз, үстінен туралған укроп себеміз. Оның үстіне жасыл бұршақтарымызды салып қоямыз, әдемі көрініп тұру үшін. Қалай жасату өз қалауларыңызша. Кольцосынан шешеміз, салатымыз дайын. Дастарханға тартсақ болады. Өте әдемі болып, дастарханыңыздың көркін ашып тұрады. Тауық етімен жасалған оливье ерекше дәмді, жейімтал болады. Сіздер де жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Өз пікірлеріңізді жаза қалдырыңыздар. Келесі видеоларда көріскенше аман сау болыңыздар.